Америкада өткен турнирдің атмосферасының бір басты ерекшелігі қандай? Бәрі сол жақта отырған бір қазақтай көрінді маған, бәрі шулап жатқанына ше. Міне алдында тұр, қарсыласың, өзің армандаған 2016 жылдан бері. Одан бір қорқыныш көрдім деп айтпаймын, бірақ бір Күмән болды ма көзінде бір күмән бар сияқты. Мен одан сөзің ашық, осы эфирде айтайын, еш қорықпаймын. Қазақша аударатын болса енді бір қаһарлы тышқан дейміз ба? Соңында мен күмәнданып қалдым, мүмкін болар маған поисқа жекпе-жекке шығарғысы келмейтін шығар деген бір. Қайрат Ахметовтың One Championship'та бұған дейінгі әдеттегі алып жүрген қаламақысы Алла бұйыртса еселеніп өседі деген сөз. Спортшы ретінде ғана қажет болдым. Маркетинг жағынан мен олар қажет емес. Неге дейді? Сол кездегі төрешілерге рахмет айту керек сияқты. Тек қана ойымда жекпе-жекке шығып құлақ қамау болды. Нокаутпен ұтылмау, Иә, ұтылмау. Сонда енді кім біледі, сонда ойлар болды, нокаутпен құлақ қалам ба? Іште бір өкініш қалып кеткен жоқ па? Қуат Айманхаметов сол айтқан, 2 жыл сен шықпағасың, белбеуді бере сал. Саған қол үшін соза алмады. Вот, бәрі жаймен қалады, семья бірінші орында. Азат Мақсұмды ақырын ана Америкаға қалдырыпсың. Дұшпанға күлкі болмай, егде аурумен қайтсақ, жеңіспен қайтсақ. Азат Мақсұм мен Асаумабаев бір-біріне қарсылас болып қалуы мүмкін. Спортта да қулық керек, ол қулық болғанда дұрыс жағынан да, енді ол біреуді алдап кету емес қой. Ассалаумағалейкум, ардақты спортсүйер қауым. Бұл спортнама жобасы, мен Серік Ноян, кезекті шығарылым. Жалпы спорт жанкерлері асыға күткен тағы бір шығарылым. Бүгінгі қонағымыз One Championship лигасының экс-чемпионы, күні кеше ақштың Колорадо штатында, Денвер қаласында атышулы өткен турнирде, сол One Championship лигасының турнирінде дүйім жұртты, жалпы қазақ елін жарқын жеңісімен қуантқан Қайрат Ахметов бауырымыз. Ассалаумағалейкум, Қайрат. Ассалаумағалейкум. Қош көрдік. Америкадан келе салып алғашқы эксклюзивті сұхбатты беріп отырған рахмет. Шынында үлкен құрметің деп қабылдаймын. Өзіме деген жеке көңіл күй. Америка құрама штаттарында One Championship лигасы алғашқы турнирін өткізді. Атмосфера қаншалықты есінде қалды, және бұл енді өзіңнің Америка құрама штаттарындағы алғашқы жекпе-жегің. Иә. Осы жайлы айта кетші. Енді шын айтқан кезде балалық арманым орындалды десе болады. Өйткені бала кезімнен ақшта бұрын өнер көрсетсем ба деген бір кіші кезімнің балалық арманым болатын. Сол арманым орындалып, өзім қуанышты жағдайға кәдімгідей сүйсініп, ақштан елге оралып, әдемі келдік. One Championship'та бұрын енді One FC деп айтып жүрдік қой. Осыған дейін өтіп жатқан Сингапурдегі турнирлермен салыстырғанда, мен қателеспесем, Макаода болды, Қытайдың түкпір-түкпірінде қалаларында болды. Бүкіл Азияда өтіп шықты. Япония, Корея, Филиппины, Индонезия, Джакарта, жаңағы Макао, Пекин, сол жерлердің бәріне өзім жекпе-жекке шыққам. Оның үстінде қазіргі ақштағы ең бірінші турнирлері енді ақштағы да жаңағы бұл промоушн расширяться етіп аталды. Тек қана Азия ғана емес, бүкіл әлемге таратамыз. Келесі турнир Бразилияға қойылған уақыттары бар. Одан кейін Англияда, Лондонда. Осының бәрін Европа, жаңа мұхиттың ар жағы, бәрін бір сөзбен алып келгенде бүкіл әлемге тарату. Шығыс Азия елдерінде, Қытай, Джакарта дедік, Жапония дедік, тағы басқа. Сол жақпен салыстырғанда Америкада өткен турнирдің атмосферасының бір басты ерекшелігі қандай? Жанкүйерлер басқа шығар бәлкім. Енді олар өте қатты дайындықпен барды, қатты дайындықпен осы турнирді жасады. Өйткені бірінші рет, тұңғыш рет бұл турнирді ақшта жасағаннан кейін бүкіл күш қуаттарын салды. Оға дейінде, жекпе-жекке дейінде бізбен ақылдасып, жаңа прямой эфирға осы турнирімізді есіңізден кетпейтіндей қылып жасайық, бірінші рет, тұңғыш рет істеп жатырмыз деп 2-3 ай бұрын дайындалған. Сол себептен оның үстінде екіншіден ақштың жанкүйерлердің атмосфералары жаңағы мүлдем басқа екен. Ол жақта кәдімгі жанкүйер болады. Тек қана мысалға Қазақстанда қазаққа ғана жанкүйер болса, ол жақта әрбір спортшыға, әр елдің спортшысына, әр елден келген, бәріне айырмашылық жоқ. Бірақ не дегенмен өзінің бір адам жаңағы, мен мысалға өзімнің жаңа национальный дейміз қой, өзіміздің ұлттық киімде шекте болады. Сонымен шыққан кезде олар таңғалып қалды.
оның үстіне бәрі сол жақта отырған бір қазақтай көрінді маған, бәрі шулап жатқанына ше. Ана Алматы аренада Алматы аренада менің қарсыласым бірінші рет шықты, австралиец, оған ондай дау шу болған жоқ. Мен шыққан кезде кәдімгідей өзім таңғалып қалдым. Тағыдай бір өзім Қазақстанда болып жатқан бір рухани күш алдым. Біз Америкада егер Қазақстан деген мемлекеттің аты естілген кезде, осындай көк тудың белгісі көрінген кезде, демек қазақстандық спортшылар, боксшылар, қазір енді Шавқат бауырымыз бар, ММА өкілдері, демек біз Қазақстанның бір брендін қалыптастыра алдық деген сөз ғой? Әрине. Танып жатыр деген сөз. Танып жатыр. Ең бірінші рет ақш-қа барған кезде, Қазақстан деген кезде ешкім білмейтін. Соң Геннадий Головкин десең, Геннадий Головкиннің жері оның да. Ондай болса, танымсы, Triple G деп жаңа. Одан кейін бірнеше жыл өтті, қазірге Қазақстан десең, кәдімгідей танып жатады. Оның үстінде екіншіден мен кәдімгідей за болатын бір не, Борат десе жаңағы. Демек біз Қазақстанның бір брендін қалыптастыра алдық деген сөз ғой? Иә, енді. Соған мен кәдімгідей ішім күйетін, соң Борат десе мен кәдімгідей аналармен ренжісіп қалатындай жағдайлар болған. Соң мен айтам, Triple G жаңағы, соны айтатын. Сол Геннадий Головкиннен бастаған қазірге өзіміздің қазақ екенімізді мойындатып келе жатырмыз мұхиттың ар жағына. Енді сол турнирдегі басты жалпы оқиғаның бірі Могучий мышонок деген, енді орысша аудармасы, қазақша аударатын болса енді бір қаһарлы тышқан дейміз ба? Дәл солай енді, иә. Сол жауынгер өзімен былай айтқанда стирдаун өткізді, көз арбасу, тағы да басқа. Сол бір сәтте енді армандадың ғой, қанша жыл бойы? Әрине армандадым. Шеге жаңа айтып өткендей, осыдан 2016 жылы екеуміз бір тауға барып, жаңағы съемка түсірген болатынбыз. Сол кезде сен өзің идеяларыңды айттың, осы жаңағы барып, ойын залына барып, Sony PlayStation ойнайық, сол видеоны түсіріп алайық. Сол кезде мен PlayStation ойнап отырып, маған сұрақ қойған болатсың. Сен арманың кімді, сен қай спортшымен жекпе-жекке шыққың келеді жалпы? Сол кезде бұл видеоны қазір сізге берем, соңында осы эфирға жүктеп қойсаңыз болады. Иә, міндетті түрде көрсетіп. Және айта кету керек, сол айда отырған қарсыласыңыз ол кезде One Championship'те емес, UFC-ның талқанын шығарып жүрген майталманы болатын. Сол кезде мен арманым сол Могучий мышонокпен өз-өзімді бағымды сынап көрсем. Бұл енді жаңағы легенда ғой, легенда. Сол кезде айтып отырмын, легенда. Өзім сөйтіп соның фанатымын деп айтқам сол кезде. Енді мынандай бір сөз бар, орысша, енді қазақша аударып жібересіз. Тренируйся до тех пор, пока твой соперник, твой кумир не станет твоим соперником дейді. Сол жаңағы цитата қазіргі неге 100%. Сонда өзің үлгі тұтатын қарсыласың, өзің үлгі тұтатын спортшы сенің қарсыласыңа айналғанға дейін аянбай тер төк деп алды. Дәл өзі. 8 бұрыштағы сол бір сәт қандай сезімде болдың? Қысқа ғана қайырдың, жеңісінен кейінгі бір сондай жанкүйердің мейірім шапағатына бөленіп тұрған сәтіндегі бір ұрлағың келмейді, сол бір сәтін, бірақ бұл менің жақсы жекпе-жек өткізейік деген. Және де баспасөз маслихатында да ол өзінің құрметін білдірген екен, қысқаша ғана қайырыпты. Жалпы сол 8 бұрышқа кірген сәттегі бір көңіл күйінде бір ерекшелік болды ма? Міне алдында тұр қарсыласың, өзің армандаған 2016 жылдан бері. Осыдан қанша жекпе-жек болды, соның бәрінде айтатын келесі қарсыласың за титул чемпион Дмитрий Джонс жаңағы. Иә. Одан кейін тағы да бір бой берді, болды. Содан кейін мен күмәнданып қалдым, мүмкін болар маған поисқа жекпе-жекке шығарғысы келмейтін шығар деген бір ойлар болды. Содан кейін осы жекпе-жектен кейін ол 100% емес, 200% уже белбеуге шығуым керекпін. Содан кейін жаңағы президенттің өзі шығарды мені, неге шық, стирдаунға шықсаң болады деп. Сол кезде мен қуанып қалдым, жеттім ау енді осы күнге де. Сол стирдаунға келгенде қуанышпен шықтым. Ешқандай енді легендаға құрметімді көрсеттім. Оның жаңағы уақытысын алғым, жаңағы минуты славын алғым келмедім деп айттым. Бірақ екеуміз бетке-бет келген кезде одан бір қорқыныш көрдім деп айтпаймын. Бірақ бір сезім жаңағы күмән болды ма көзінде бір күмән бар сияқты. Мен енді солай көрдім. Бірақ енді бұл енді не көрмеді бұл майталман.
бір шетінен ойлайды, басынан не өтпеді, бәрін шетінен жеңіп келе жатқан спортшының бірі. Енді көзі менің ойымша бір өзін қатты бір көзіне от көрмедім. Димитри Джонсонды өзіңнің кәсіпқой мансабыңдағы ең басты айқас және ең басты қарсылас деп айтуға болады. Әрине. Ол кіммен, қайсы спортшыны алатын болсақ, Димитриймен шыққан адам ол ең басты қарсыласы. Біріншіден, коммерциялық тұрғыда өте жақсы гонорар, міндетті түрде қомақты. Бұл енді Қайрат Ахметовтың One Championship'та бұған дейінгі әдеттегі алып жүрген қаламақысы Алла бұйыртса еселеніп өседі деген сөз. Одан кейін әрине тарихи сәт қой. Айтқанда қазір енді қарап тұрсаңыз, мысалы осы One Championship'та жүріп өткен жолыңыз, қанша жекпе-жегіңіз өтті, қанша айқас өткіздің, қанша бір аяқтан шалу деп енді айтуға келмейтін шығар, аяқтан шалу деп. Бірақ осы One Championship лигасының Қайрат Ахметовке керісінше бір көзқарасы оң болмағанын көруге болады. Енді жанкүйер жұрттың да өзі оны аңғарды. Өзің де сезген шығарсың. Өзім де сездім. Өйткені айдалада қазақтың қара домалақ баласы, жалғыз бір спортшымын әзірше. Енді қазіргі қазақстандықтарды подписывать етіп жатты деп сыбыстар бар жалпы. Бірақ мен қанша жылдан бері жалғыз өзім осы жақта өнер көрсетіп жатырмын. Өте қиын жағдайлар болды. Жаңағы сөйлесу ретінде переговор дейміз ғой. Өте қиын жағдайлар, оны айта бермейсің. Расымен де мен оларға спортшы ретінде ғана қажет болдым. Маркетинг жағынан мен олардан қажет емес. Неге десеңіз, Қазақстанда турнир жоқ, телевидение, Казспорт, эфир жоқ. Еш жерден эфир жоқ. Сонда бір сұрақ қойған мен, егер мен сіздерге қажет емес болса, мен жіберіңіздер. Аудитория аз деп, яғни бұл енді маркетинг тұрғысынан қарасаңыз, жаңағы жауынгердің танымалдығына қарайды ғой. Қайрат Ахметов ол Қазақстанда кең танымал болғанымен де, олар үшін Қазақстан бір екінші әлем сияқты бәлкім. Әрине. Миллиардтаған аудиториясы бар бір Қытайдың өзінде қаншама. Оларда расымен де миллиардтаған аудитория. Қазіргі статистиканы қарайтын болсаңыз, сол төрттікте кіріп тұр. Футбол, оның бәрі сол UFC 8-ші орында. Ол не айтады? Азияда Индия бар, Қытай бар, жаңа өте көп. Спортшылар көп, жалпы. И One Championship менің салмағымда 64 адам бар. Ойлаңызшы өзіңіз, 64 адам. Бір дивизионда 64 адам. Азиаттар кішірек болып келеді, өзім бәріміз азиат болғаннан кейін онда европейстер, американецтер сияқты үлкен емеспіз ғой. Жаңа менің салмағымда 64 адам, оның ішінде жаңа жиі шығатыны бар, жиі шықпайтын бар. Негізі қалушы 64 адам. Адриано Мораеспен болған жекпе-жекте негізі сол кездегі төрешілерге рахмет айту керек сияқты бірінші айқасында. Мүмкін. Мүмкін. Яғни сол жерде егер бәлкім төрешілер жүрегі бұра тартып, бразилиялық жауынгерге жеңісті жұлып алып берген болса, бәлкім Қайрат Ахметовтың бүгінгі биігі мынандай болмас па еді. Өйткені жерде Алла бұйыртып, сол жерде чемпиондық белбеуді иығыңа тақтың да үлкен сенсация жасадың. Және де бәлкім промоушн сондай бір стратегиясы болды. Тең өткен айқаста бір бас жоғары тұрғанды көрді, әділдік танытты да, ертең реванш бұл, яғни бразилиялық үшін тағы бір сынақ жасап көрді. Ал енді бұл сұраққа келетін болсақ, статистика бойынша 4-1 4 раунд алып, 1 раундын беріп қойып. Бірақ әділетсіздік істейміз десе, әр промоушн өзінің спортшыларын тартан десе, ол қолдарында тұр ғой. Бірақ олар әділеттігін көрсетіп, расымен де сояқта жеңіске жетіп, елге абыроймен қайтқаным бар. Одан кейін екінші жекпе-жекке тоқталатын болсақ, сөзін жалғастырып. Екінші жекпе-жекке әділетсіздік болды ма ол кезде? Жоқ, әділетсіздік болған жоқ қойықта. Жеңілдім деп айтсам болады, мен одан ешқашан нетпеймін. Бірақ не дегенімен мен өз-өзімді көрсете алмадым. Оған өзінің өзінің жаңағы оқиғалары бар. Бұл енді
физикалық жағдайға байланысты ма әлде бәрі жағынан жоқ, психологиядан бәрі дайын болды. Бір күн қалған кезде өзі бір солай алла тағала өзі сынақ берді. Сол енді оның бәрін түбін талдап айтпай ақ қояйын. Жекпе-жекке дейін бір күн қалған салмағымнан өлшеп сол күнге дейін керемет өзімді сезіндім, жақсы сезіндім. Сол бір күн қалған кезде 24 бір тәулік қалған кезде өзі денсаулығым сыр берді. Оны айтпай ақ қояйын, оның жеңілген сөзі көп қой. Иә. Содан кейін жекпе-жекке қалған кезде сол 24 сағаттың ішінде түнгі 12-де 1-де тұрдым да, келесі жекпе-жекке бір көзім жұмып ұйықтаған жоқпын. Мен ол жекпе-жекке шығып бара жатқанда сезіндім. Ал енді бір алла тағала бір көмектесіп бірдеңке болып кетпесе, жалпы мен денсаулығымен байланысты ол жекпе-жекке мені психологически тұрғыда уже сол сеткада тек қана ойымда жекпе-жекке шығып құлаққамау болды. Бірақ былай қарап тұрсам, нокаутпен ұтылмау, иә? Иә, ұтылмау. Сондай енді кім біледі, сонда ойлар болды, нокаутпен құлап қалам ба, өйткені солай болды, тағдырымда солай жазылып тұр екен. Бірақ біз соңғы жекпе-жектерімді көрген қатты ұнатпаймын, бірақ сол жекпе-жегін көрдім, аса ұнаған жоқ, бірақ әйтеуір қолымнан келгенше өнер көрсетіп шықтым. Қайрат Ахметовтың қанына біткен осы күрес, иә, өзің бала кезден бойыңа сіңіріп өскен, сол күрес көп жағдайда құтқаратын сияқты. Әрине. Енді мен жанкүйер ретіндегі ойымда бірінші кезекте Қайрат Ахметовті 8 бұрышта оның мынау төбелесу мәнерін, стилін ерекшелеп тұратын ол күресі. Одан кейін мынау жұдырықтасу ол енді екінші этаппен тік тұрып төбелесу мәнері ол екінші этаппен дамыды ғой өзіңде, иә? Әрине. Ең алғаш күрес болғандықтан база. Жаңа айтып отырсың, жекпе-жек қарадым деп. Сабақ алып, қорытынды шығарып, әрі қарай іште бір өкініш қалып кеткен жоқ па? Жоқ, өкініш жоқ. Енді әттеген-ай деген бар, бірақ бір шеттен ойлаймын. Сол жеңіліс болмаса, қазіргі дәрежеге жете алмайтын бетін деген сияқты. Осы өз-өзімді сол кезде жеңіп, мүмкін ары қарай өспей қалатын бедім. Кім біледі енді. Әрбір жеңілістен өзін сабақ алу керек та. Сол кезде іштей өз-өзімді қорытынды. Иә, іштей өзім қайрағаным бар. Ай, ұтатын адам менің, ой, неге жеңіліп қалдым деген сұрақтар пайда болды. Сол сұрақтарға жауап іздедім. Тайгер Муайтайды дайындалып жүрсің сол кезде? Тайгер Муайтайды дайындалып жүрмін, иә, бірақ оған дейін енді тағы да бір күрделі сұрақты талқылап кетсек болады. Оған дейін сол екінші жекпе-жекке дейін мен 2 жыл шықпағанымды білесіз. Иә, үлкен үзіліс болды. Үлкен үзіліс болды. Ол үзіліс менің жанұяма байланысты бір оқиғалар болды. Одан кейін мен негізі спортты қойдым-ау деген бір Таиландта тұрып жатқан кезің, не? Жоқ, осы Алматыда тұрып, сол психологически тұрғыда өз-өзімді өз-өзімді жиналайын деп Таиландқа көшіп кеттім. Семьямды бір күнде алдым да, бір күнде киімдерімді жинадық та Таиландқа көшіп кеттік. Қайрат Ахметов Таиландта тұрып жатыр деген кезде көбі ойлап қалыпты да, енді дайындық үшін барды деп. Енді біріншіден дайындық үшін барған жоқпын мен. Біріншіден дайындығымды бастағаным бар, бірақ екі ойлы болып жүрдім. Қалай болады екен деп. Бір соңғы сол жаңағы бірінші жекпе-жегімнен кейін, содан кейін бір жылдай, 1,5 жылдай мүлдем жаттығу істеген жоқпын. Содан кейін өз-өзіме келіп, сұрақ қойып, жауабын тауып дегендей, өз-өзіме келіп, қайтадан бір қуат пайда болды. Пайда болды, әрине, бәрін енді Алланың қалауымен бәрі енді тірі адам тіршілігін істейді жалпы да, енді сол айтады ғой, енді қатты айтсам да. Бірақ соған тура келді, өз-өзімді көтеріп алып, жаңағы енді семья ол бірінші орында ғой. Олса да ол спорт, бәрі жаймен қалады, семья бірінші орында. Ол семьямның кішкене психологически тұрғыда мен кішкене өз-өзім бір сынып қалған жағдайым бар. Балаларыңа қатысты, иә? Бұл жағдай, иә. Қазір енді айтып кетейін, түбі арты жақсы болды. Жақсы, қазір алхамдулилля. Сол уақытта өзің бір осындай бір кезеңі болды десе болады. Содан кейін 1,5 жылдан кейін маған жаңағы Қуат Айманхамитов сол айтқан, 2 жыл сен шықпағасың, белбеуді бере сал, басқа біреумен обкатка жасап ал, содан кейін қайтып белбеуіңе шығасың деп. Ол дұрысын айтып отыр. Маған ондай возможность дейміз ғой, бермеді. Мен де оларға айттым, организацияға, мен 2 жыл жекпе-жекке
шыққан жоқпын. Менің жағдайымды біледі олар, қандай жағдайда болғанымды. Одан кейін олар маған мүмкіндік бермеді. Сен жоқ, сен шығуың керексің деп. Әрине кішкене қиын болатынын білдім. 2 жылдан кейін спортқа оралу өте ауыр болатынын білдім. Иығыңда чемпиондық белбеу тұр. Тұр. Мына жақта отбасында қиындықтар, ол бір үлкен салмақ салып тұр. Және де бәлкім осы мен спортты қойып кетем деген ой сол сәтте болды. Болды. Басың әс түсіп қиындыққа тап келген кезде өзіңнің жаныңда өзің аға тұтып, бауыр тұтып жүрген кейбір жандар саған қол ұшын соза алмады. Ол айда айтсақ болады, қол ұшын созған кісілер де болды, жалпы. Созбағандар да көп болды, расымен де. Мен сол жақта кәдімгі көмектесдім. Психологический тұрғыда. Айналып келген кезде ақшаға ептеліп тұр ғой. Әрине. Ақша іздедің. Ақша Және ол мен түсінуімше аз мөлшерде ақша емес. қалай айтсам болады. Біреуге аз, біреуге көп, кім біледі. Барлығы енді орнына келіп, тұрақталғаннан кейін, жаңа айттым ғой, өзіммен сөйлестім, ақылдастым. Және де бір адам болды ма бәлкім айтқан, Қайрат, мынау жатсың болмайды. Әлі сенің 8 бұрышта өнер көрсететін қаншама күшің бар, қуатың бар деп бір мотивация берген адам болды ма? Бір кіші ғана болды. Маған кішкене үлесін қосып, азды көп те болмаса азды маған үлесін қосқан, ол жаңағы ешкімге жаңағы не емес, Данияр Қасқарауов мырза. Сол кішкене маған есемді көтеріп, поддержка берген бір жақсы күндердің бір сәттерін көрсеткен болатын. Яғни Алаш Прайд лигасының негізін қалаушы Данияр Қасқаров ағамыз бүгін енді мәжіліс депутаты. Көзге мақтап деп айтпа, бірақ бір таңалатын, содан бері сол планка деп айтамыз ғой, сол межені әйтеуір құлатпай ұстап, әрі қарай дамыта алып жатқан бірден бір спортшы өзіңіз. Бұл енді тек қана менің пікірім емес, жалпы осы ММА-ды жақсы білетін мамандардың, әуесқойлардың, мамандардың, кәнігі адамдардың сөзі. Алла бұйыртса, міне алдағы уақытта UFC-де өнер көрсететін өзіңнің інің ізіңді басып келе жатқан Азат Мақсұмды ақырын ана Америкаға алдырыпсың. Ол жақта енді Азат ол жаққа дайындықпен кетті деді, бірақ сол құпияның шетін аша кетші. Азатты алдырттың. Иә. Інімді. Мақсат біріншіден спарринг партнер болсын деп маған, екіншіден көрсін ақшта болды. Ол кезде сол бәрі сәтімен болды. Визасын алыпты, бір апта болыпты, қасыма спарринг партнер болып. Америкалық. Визасын алған білген жоқсың болған дейін. Содан кейін білгеннен кейін қасыма шерік болып жүрсің. Мен анау мұхиттың ар жағына барып жалғыздығымды көрсетпей қасыма шерік болып, қасыма поддержка болып, спарринг партнерім болсын, өзі де көрсін деп кеткен жайымыз бар. Сапарымыз оңынан болды. Неге десең сол келе салып бір 10 күн ішінде жақсы жаңалық келді Саяттан. Саят Абдрахманов бауырымыздан Азат Мақсұм UFC-мен контракт алды. О, кәдімгідей қуанған. Яғни Азат ол кезде мынау Азат Мақсұм UFC-ға келісімшарт алды деген кезде ол Америкада болды. Иә, менің қасымда болды. Енді мына бір әңгіме шетін естідім. Яғни қарсыласың білмесін деген мақсатта, жасырын түрде. Бұл жерден бұл қазақша түсінмейді ғой. Жоқ, енді былай, бұның бәрі. Енді қандай стратегия бұл жерде? Бұл жақта стратегия, біз Таулы Қыратқа бара жатырмыз. 1700 биіктігі. Біздің қаланың өзіні, таулы емес қаланың өзінікі. Біздің Алматы 400 ба 500 ба шамасы. Енді ойлаңыз, қаншама, тағы да егерет. Енді мен үндемей, кемелерін жинап, Азат бауырымды қасыма алып, жетектеп, жекпе-жекке 5 апта қалған кезде өз қаражатымын қазір айта кетейін, ол кісі маған көмектескен. Бір күнде алдық та жиналып кете қалдық. Неге десеңіз, ол жақта Таулы Қыратта жекпе-жекке шығу, оң қалғанда 2 аптаға барсаң, өте қиын болады. Кем дегенде 1 ай бұрын, Бір ай бұрын.
өйткені мен білдім, мен өзім бір жаққа барсам, климатизациям өзі ұзаққа созылып кетеді. Өзім организм сондайды. Содан кейін білдім, енді не болса да қаражат тауып тезірек кету керек болды. Сол Азат бәрі оңынан болып кетті. 2-3 күн ішінде жинап, киімдерін шығарып кетіп қалды. Айтқанда сабақты ине сәтіме деген сияқты Азаттың визасы дайын бола қалды. Бәрі оңмен болды. Оңмен болды. Керемет. Бәрі Алланың құдіреті, бәрін оңынан тігінен ешқандай жақсы барып берді. Жаңағы енді Ал енді сопернигімді жақсы дайындалып жатқан білем. Мотивированный ол жаңағы менен бір рет жеңілген. Енді мен біреуден жеңілсем, екінші жекпе-жегімде мен мотивацияланамын ғой. Ол қатты дайындалып жатқанын білем. Отам, ол да жеңіспен келе жатыр, менен кейін біраз жеңістермен келе жатыр. Ол ұтса, 100% ол да белбеу көтере берсе, оның үстінде Австралияда турнир болады, Австралияда телевидение бар, оларға қызықты. Егер тепе-тең жағдайда екеуміз болсақ, кім біледі, австралийскқа бере салады ма деген. Содан кейін мен бір стратегия ойлап таптым. Енді ол қашан келетінін білмеймін, мен ертерек бара берейін. Үндемей ғана тренировкамды істеп, тымпиып отырайын дедім. Инстаграмға Қазақстандағы фото, видеомды семьямды салып қоямын. Мен Қазақстанда жүрмін деген сияқты. Енді бұл жаңағы қалай айтсақ болады. Жаңағы тренерлер айтқан, сен өте умный жігіт екенсің дейді. 5 апта бұрын келіп, сенің сопернигің шаршайды дейді. Бірақ енді сопернигімді 2 апта ғана келіп алды. Бірақ не дегенімен, мен сол сопернигім өзі жалпы ешқашан шаршамайтын жігітті. Төзімділігі жағынан осы жолы шаршады деп айтпаймын, бірақ мен одан жақсы тыныс алып отырмын. Ешқандай шаршау менде болған жоқ. Яғни мынау сол жердегі климатқа бейімделу жақсы өтті. Өйткені дер уақытында бардың. Бәрі оңнан бәрі. Енді былай айтсам, бір сөзбен айтқанда, ақылмен барып, ақылмен қайтып отырамыз ғой. Өйткені енді оны мен Инстаграмға салып мен ертерек келдім деп қойсам, ол да келетін шығар. Келеді ертерек. Жақсы. Бұл шындығында енді күнделікті ести бермейтін әңгіме. Бұл спортта да кішкене қулық керек та. Бұл спортта да қулық керек. Ол қулық болғанда дұрыс жағынан да. Енді ол біреуді алдап кету емес қой. Бірақ өзіңдікін істеу жаңағы. Бұл енді қулық деп айттым, бірақ енді жеңіске бастар жолдың бірі, ол жеңіске бастайтын жолдың кезге стратегия бар. Азат келейікші. Азаттың жекпе-жек манері, төбелесу былай стилі деп айтайықшы, иә? Қандай Азаттың енді 8 бұрыштағы айқасу стилі саған несімен қолайлы болды осы спарринг серіктес ретінде? Азат негізі жаңағы айтамыз ғой, перспективный жауынгер. Өте талантты жігіт. Өте талантты жігіт. Бірақ әлі де көп зат үйрену керек екенін білдім. Көп зат білмейді екен, шын айтқан кездеші. Ар жаққа барып, бірақ мен 2 ойнаты болып тұр демек. Азатқа да үйретесің, әрі қарай өзіңнің жоспарыңмен. Жоспарымда ғой. Неге десеңіз, Азат әлі жас, әлі біраз зат ақштан үйреніп жатыр, тез қабылдай біледі. Оның үстіне бірақ жаңағы 16-0, ол 17-0 ма? Айғайлап тұрған рекорд. Айғайлап тұрған рекорды. Бірақ кішкене стратегия жағынан, техника жағынан, физика жағынан кішкене дамыту керек. Бұл дайын спортшы, дайын. Оған тек қана салу керек. Салу керек. Яғни мына база дейміз ғой, бар қалыптасқан. Түрлендіру, дамыту, көркейту, енді қалай айтамыз. Бір шарықтау шегіне жеткен. Соң психологический тұрда бұл өте жақсы. Психологический тұрда ешқандай саспай жаңағы. Бұған көбірек жаңағы не беру керек, рухтандыру керек бұны. Өзі негізі өмірде өте сабырлы. Өте сабырлы жігіт, сөйлемейді. Ол да жаман. Ол да кішкене, мен оған ұрыстым, талай ұрыстым. Енді ол кішкене айғайлайтын жерде айғайлау керек. Енді ағалық, жаңа ақылымды айтып, оны ұрсып жаңағыдай не емес, оны жаңағы кішкене үйренсін. Өзім менде бір қатты бір тәжірибем болмаса да, мен білетінімді білсе деген, одан кейін ары қарай өссе деген бір өзінің бір бауырлық, бір жанашыр, біріңді қазақ, біріңді дос көрмесеңсің. Бәрі бос деп, бекерге айтылмаған жақсы сөз. Азаттың жаңа сұрайын деген ма? Азаттың UFC-мен келісімшарт алды деген жаңалықты олды енді естіген кезде жанында болды ғой, екеуміз машинеде отырғанбыз.
камерамен айтқан. сол оқиғаны айтыңызшы. Ол Саятқа хабарласты. Саят хабарласты. Құтты болсын деді. Мен бірден соткама жабыстым. Не бол, тағы да айтшы деді. Құтты болсын, Азат контракт деушімен. Сол кезде Азат қуанды, бірақ мен қатты қуанған мен контракт алғандай болып қалдым. Ана жер қуанып, Азатты енді Азат өзінің сабырлығы, өзінің ұстауы маған ұнайды. Енді жалпы ешқандай өзінің қатты эмоцияға берілмейді. Бір шетінен жақсы болды. Эмоцияға берілмей қуанды, расымен де қуандық. Біраз әңгіме Саятпен сөйлесіп әңгіме қылдық. Содан кейін жаңағы үйге жақсы бір әсермен, қуанышпен барып жаңағы сонымен өзімізге сұрақ қоймыз ғой. Ал енді контракт алдың, енді Алла қаласа, Алла амандығын берсе, дұшпанға күлкі болмай, елге абыроймен қайтсақ, жеңіспен қайтсақ, қандай нұр үстіне нұр, қандай қуанышпен барамыз үйге деп жаңағы елге. Дәл солай болды енді. Тарихи сәт болды. Азат визасын алды, Америкаға барды. Астыртын барды деп айтайықшы. Астыртын барды. Одан кейін Америкаға кетіпті деген жаңалық шықты. Одан кейін жаңағы сторис салдыңдар бірге жүргендерінде. Одан кейін ақырындап бүкіл сайттар шулап жаза бастады. Бір сәтте бір шамалы уақыт өткеннен кейін міне Азат UFC-мен келісімшарт алды деген жаңалық. Шулат жерде? Иә, үсті-үстіне Асу Алмабаев. Екі қазақтың жарқырап тұрған талантты спортшылары, жауынгерлері. Енді Азаттың жаңағы жауынгерлік адами сипатын айтып жатырмыз. Асуға тоқталайықшы. Өзіңді ізіңді басып келе жатқан. Бауырым былай айтқанда енді баяғыда алғашқы бір күрестің несін осы енді бірге күресіп қаншама спарринг серіктес болашақсыңдар. Асу Алмабаевтың жауынгер ретіндегі бір сипаттамасын берсең өзің. Ал енді Асу жаңа есіме енді түсіп жатыр. Бұрын Проще Файт деген мынау Қанат Төлембетов ағамыздың залында дайындалатынбыз. Сол жаққа спаррингке барып тұратынбыз. Асу енді жекпе-жекті бастап келе жатқан сол кезде. Шамамен 2015-2016 жылдары. Одан кейін Асу екеуміз спаррингке тұрдық, күрестік жаңағы. Содан кейін маған шешініп, мен де сөндей болам деп жаңағындай бір есімде болса егер, мен сол есімде қалып қапты. Мен де чемпион болам деп жаңағы. Кәдімгі өзінің осындай жауабын айтқан болатын. Ол кезде One FC чемпионы? Жоқ, One FC белбеуге дайындалып жатырмын. Иә. Яғни Алаш Прайдтағы жекпе-жектен кейін One FC-мен келісімшарт алып, алғашқы жекпе-жектен. Иә, сол кезде жаңа дайындалып жатқан уақытта сол кезде Асу бұл кезде жаңағы енді қадам басып спортта жаңағы ереже жекпе-жек енді бастап келе жатқан бауырымыз сол кезде сол сөз есімде қалыпты. Мен де осы спорттың маманы боламын дегендейші. Сол кезде былай қарап тұрсам, одан кейін қанша жыл болды? Бүгін міне нәтижесі UFC-мен келісім шарт алып. UFC бұрындары біз үшін бір алынбайтын асудай көрінетін. Иә. Сондай сұмдық енді. Мынау UFC деген жалпы аралас жекпе-жек өнерінің ең биік аренасы, ең биік шыңы. Қазақтың көк байрағын былай айтқанда UFC-де көру, біз төбемізде бір көкке жетіп енді бөркімізді аспанға қуатын едік қой. Қазір енді қарап тұрсақ, бір заңдылық қалыптасып келе жатқан сияқты. Бір емес, бірнеше қазақстандық жауынгерлер қазір UFC-де келісімшарты бар. Сергей Аязбаев деп айтамын, Сергей Морозов, Жалғас Жұмағұлов міне қаншама жекпе-жегін өткізді шулатты. Енді жаңа толқын келе жатқан сияқты. Жаңа толқын. Бұл жігіттердің өзіңнің ойынша чемпиондық сол лигадағы топ үздіктерге жету үшін қанша айқас өткізу қажет? Қанша уақыт керек бізге Асу мен Азаттың топ 10-ға кіретін сәтін қашан көре аламыз? Енді UFC-де жалпы 57 килограммда аса көп емес боецтерші. Шамамен 30 ғана ойнаймын. 2 бой, 3 бой жеңсе, үздік 10-ға кіреді. Одан кейін тағы бір жекпе-жек үздік 5-ке кіреді. Шамамен менің ойымша 5-6 жекпе-жекте егер оның ішінде жаңағы организация интересі болса, 4-5 бойдың ішінде белбеуге таласуға болады.
Алмабаев, Азат Мақсым, Шавқат Рахмонов. Енді Қазақстан демей ақ қояйық, бірақ Дубайды елестетейікші. Дубайда Шавқат басты жекпе-жек, Азат пен Асу басты, екінші басты айқастардың бірі. Сондай бір күнге тайып қалған сияқты бұйыртса. Иә. Сондай бір картты көріп тұрмын да мен енді. Ар жағында Жалғас бар, Сергей бар, Дамир бар, тағы басқа. Мүмкін оған дейін тағы да бір қазақ. Ол енді қараңыз, ол сіз Дубайда көрмеңіз, оны сіз Қазақстанның Астанада көріңіз. Өйткені Астанада. Иә, неге десеңіз, бұлда да маркетинговый ход, жаңағы бір сыбыс болды ғой. Осыдан карантин кезінде ме, карантин Қазақстанда өтеді деген, Қазақстанда өтеді деген кезде, Астанада өтеді деген кезде Қазақстан спортшыларын байқаған боласыз, сол кезде контракт қалды. Жалғас алды, Мароз алды, Мария Агапова ма? Иә. Бәрі қатар-қатарынан. Ол неліктен? Бұл UFC. Бұл біріншіден бизнесмендер. Бұлар орталық Азияға енді түбегейлі бір өздерінің назарын аударып, сол жақтан бір. Иә, бір сыбыстар болды, Астанада турнир болады деген. Ол сыбыстарға байланысты енді Қазақстанның жас спортшыларын контракт қалды. Мынау коммерциялық жағынан ойлайтын болса, енді ол Қазақстанда өтетін турнир біріншіден ол шектеулі ғана аудиторияға негізделген турнир болады. Неге? Өйткені UFC Fight Night дейміз ба? Мысалы, уақыт жағынан бізде кешке өтетін болса, енді ол Америкада ол жақта уақыттың несі басқа. Енді бұны Азияға, иә, Дубайға, қандай болсын, сол уақытқа өзін жаңағыдай біріншіден сол Азияға шығар, осы рынокқа кіру болды мақсат. Азияның енді былай қарап тұрсақ, Центральный Азияда біздің Қазақстан үлкен дүркіреп тұрған елдердің бірі ғой, былай қарап тұрсаң. Яғни болашақта осы картты Қазақстанда көріп қалуымыз әбден мүмкін. Әрине, қазірде енді одан кейін ол сыбыстан кейін біраз тынышталып қалды, карантин болды, анау болды, мынау болды. Қазір қайтып бір сыбыс жақынан пайда болды. Енді ол мен ойлап қалмасын жаңағы, сол турнир үшін Асуды, жаңағы Азатты сол үшін турнир, бірақ соған келе жатқан сияқты әлі де біздің спортшыларымызды қатарына қосу мүмкін. Жақсы. Кімдер қосу мүмкін? Бір топ 3 бәлкім спортшы, 5 спортшы. Жоқ, енді бар ғой, оның қазір есіме кім кеп жалып. Кімді айтуға болады? Сіз маған айтыңызшы, кімді мен айта бола ма, болмай ма? Әліби Ыдырыс. Әліби Ыдырысты Әліби Ыдырыс, бірақ 57 килограммға Қазақстанның 3-4 ондай, бұл да жаңағы стратегия кішкене оның бәрі көптеу болды. Әрине, бұлар да бәрін есептеп отырған ғой, бұлардың бәрін. Кім не, қай салмақта дегенде. Жарайды, Әліби Ыдырысты қосамыз. Одан кейін Қазыбек Сағын. Бекзат Әлмахан, Қазыбек Сағын кішірек қой. Иә? Кішірек. Бұл Қазыбек Сағынды One Championship-қа жіберу керек. Міне, бізде жаңағы 53 килограммда Қазыбек өз-өзін жақсы көрсете алады. Сол Қазыбекке сол жағын нету керек. UFC-ға қажет кішірек, ол өте кішірек. Жаңағы кім? Бағдат Жұбаныш. Иә, Бағдат. Олардың армандары жалпы One Championship өнер көрсету. Мен егер бәлкім Алла қаласа амандығын берсе, ол сияқты диктовать ете алатындай чемпион болсам, мен біріншіден Бағдатты, одан кейін Қазыбекті мен контрактқа отырғызам. 57-де Азат Мақсым мен Асу Алмабаев бір-біріне қарсылас болып қалуы мүмкін ба? Жоқ, ондай болмайды. Оға дейін екеуі белбеуге таласып жетем дегенше, ол өзі бір заман. Ояққа жету бар, жетпеу бар. Бақ шаба ма, кім біледі енді оны. Енді белбеуге жекпе-жекке шығып, екі қазақ, ол қуанышты сәт емес пе? Осы сәтте қазақ жанкүйерлері не істеу керек? Қолдау керек. Әркім өзінің уақытты жеңсем деген позиция. Әрине, бұл енді жарайды, бұл қараңызшы, бұл любительский спортта да қазақ тұрып жатады, орыс тұрып жатады. Спорт қой, бұған ешқан. Бірақ оға дейін дұрыс болмайды. Екеуі бір-біріне жаңағы, ал енді олардың право выбора дейміз қой, болмаса, екеуі белбеуге дейін жетсе, Құдай соған жеткізсін. Иә, сол күнге жетейік, арғыда шешеміз. Ол жағын шешем. Кімге жанкүйер? Иә, ода тұрған. Енді шындығында бір ерекше тарихи оқиға болайын деп тұр, Алла бұйыртса.
және осымен UFC-дегі қазақтардың жайында қорытындылайтын бір сұрағым жаңағы. Шавқат Рахмоновтың қазіргі енді соңғы жекпе-жегі, соңғы жеңісі, қателеспесем қазір 5-ші жеңісі UFC-дегі. Өз ойың, өз пікірің. Титулға қанша қадам қалды Шавқат үшін? Бір немесе екі жекпе-жек. Бір немесе екі жекпе-жек. Және шыққан дұрыс қазір. және Шавқаттан байқап отырсаңыз көбісі бас тартады, қашқақтайды. Өйткені Шавқат қазір өз бабында аналар позицияларын бергісі келмейді, алдында тұрған қатар. Сол себептен көбісі кішкене Шавқаттан сескенетін мәлім. Қазақстандық ММА өрісі кеңіп, ертең UFC-де біздің де чемпиондарымыздың саны артып, 4-5 жылда қазақстандық жауынгерлердің саны көбейе түседі деген тіпті сенім мол алдағы уақытта. Қаһарлы тышқанмен болатын жекпе-жегің, өзің басым тұстарың қандай деп ойлайсың осы айқаста? Басты көзірлерің. Қарсылас өте азулы, қауіпті, тәжірибелі. Бірінші алаң қалауымен. Екіншіден, өзінің еңбегімен, жігерлігімен, қайраттылығымен, мен одан сөздің ашығы, осы эфирде айтайын, еш қорықпаймын. Ол да адам, екі қолы бар, екі аяғы бар, әрине мықты спортшы. Бірақ мен де осал емеспін. Өз-өзіме осындай жауап беремін. Сұрағым осы жауап, мен де осал емеспін. Мен де дайындаламын. Ал енді бұл менің тарихи, жаңа айтып өткенде, тарихи сәттің бірі ғой. Ең біріншіден психологически тұрда дайын келсем, мен өз-өзімді көрсете алсам, осындай қарсыласпен шығасың деген, осындай қарсыласпен шығам деген нәрсе қаншалық салмақ түреді саған? Әлде керісінше мотивация береді? Мотивация, қуаныш. Ол бұндай күнделікті болып жатқан жоқ. Күнделікті өмірде бір рет болып тұратын шығар. Тарихи, былай енді айтып кетейін, бір мақтағаным емес. Қазақстанда бұндай жекпе-жек әлі өтпеген. Сөздің ашығы. Исторический события, тарихи сәт өтпеген. Мен үшін бұл үлкен мәртебе.